Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен страшные сказки киносын қысқаша айтып беретін боламын. Бір сәт өміріңізді ертедегідей елестетіп көріңізші. Патша сарайларының ертегі өмірінің қызықты оқиғасымен таныс болу үшін видеоны соңына дейін көріңіз. Тұман алқабының патшалығында ойын-сауық қызу жүріп жатады. Жонглерлар мен сайқымазақтар мемлекет басшылары мен үлкен лауазымда адамдардың көңілін көтеріп, оларға ерекше көңіл күй сыйлайды. Алайда мұңайып отырған патшайым бұл көрініске қызықпайды. Сайқымазақтар мен күлген көрермендерді жақтыртпай қарап отырады. Аяғы ауыр актрисаны көре салысымен патшайым асығыс қойылым болып жатқан жерден шығып кетеді. Қаншама жылдар бойы бала көтере алмай жүрген патшайым өзінің бөлмесіне келіп жылайды. Жанашыр патша әйелін мейіріммен жұбатып, бір шешімін табуға уәде береді. Сол күні түнгі уақытта патшалықта кенеттен қара киген жұмбақ адам пайда болады. Ол патша мен патшайымға бала туудың бақсылық жолын ұсынады. Патшайым пәк қыз пісірген теңіз қобыжықтың жүрегін жеу керек, және дәл сол сәтте патшайым бала көтере алады деп айтады. Келесі күні тұман алқабының батыл патшасы су астындағы қобыжықты аулауға бел буады. Ауыр сүңгуір костюмын киіп және найзасын алып теңіз түбіне барады. Ұйықтап жатқан айдаһарға абайлап барып, патша оның басына найзаны аяусыз тығады. Алайда қобыжықты бірден өлтіру оңайға соқпайды. Ашуланған қобыжық патшаны құйрығымен қағып жібереді. Өлген қобыжықпен өлейін деп жатқан патшаны жағалауға шығарып алады. Қобыжық тың кесілген жүрегін көріп таусылған патша өмірімен қоштасады. Келіп жеткен патшайым күйеуінің жансыз денесіне назар аудармай, қалаған олжасын сәби секілді қолына қатты қысып алып кетіп қалады. Алынған жүректі пәк қызға береді. Қыз оны бірден қайнап жатқан қазанға лақтырып жібереді. Қазаннан ақ түтін шыға салысымен қыз өзін жайсыз сезінеді. Ол көйлегінің тар етегін шешуге мәжбүр болады, өйткені кенеттен оның іші тез өсе бастайды. Қайнатылған жүректі патшайымға табаққа салып береді. Патшайым жұмсақ жүректі тістеп, әрбір бөлігін жақсылап шайнап жеп қояды. Сол күні кешкі уақытта екі сәби бір уақытта дүниеге келеді. Арада 16 жыл өтеді. Патшайым көптен күткен жалғыз ұлын өмірінің мәніне айналдырады. Патшайым өзінің барлық уақытын және махаббатын ханзада Ильясқа арнағысы келеді және ұлынан да соны күтеді. Алайда жас мұрагер анасынан қашып, өзінен аумайтын қызметшінің баласымен уақыт өткізгенді жақсы көреді. Баласының көңілін өзіне аударту үшін патшайым қызметшісін қорқытып, балаларының достығы тоқтамаса патшалықтан қуып жіберетіндігін айтады. Жалғыз жартастың еріксіз патшасы өте қыз құмар. Ол мас күйінде сарайды аралап көңіл көтеру үшін қыз іздейді. Кенеттен ол даусы сыңғырлаған бір бойжеткенді көреді. Даусына ғашық болған патша жас ханымды көргісі келеді. Қызға көңілін білдіргісі келіп қызға қымбат сыйлық жібереді. Бірақ сыйлық екі ұсқынсыз кемпірдің қолына түседі. Бойжеткенді қатты көргісі келген патша кешкі уақытта өзі келіп кездесуге шақырады. Ұсқынсыз әпкелерінің үлкені Дора бұл мүмкіндікті жібергісі келмей, шыдамсыз патшаға бір аптадан кейін саусағымды көрсетемін деп уәде береді. Ал келесі жабайы таулар патшалығында жас сұлу ханшайым Виолетта өзінің сүйікті әкесі үшін музыкалық спектакль қойып отырады. Ал патшаның өзі қызының талантына назар аудармай, ол қолындағы кішкентай бүргеге көбірек назар аударып отырады. Қолдан қолға секірген жәндікке тамсанған патша қызына шапалақ ұрып асығып кетіп қалады. Өзінің бөлмесіне келген патша жәндікті қатты қызығушылықпен зерттеп қарайды. Патшаның саусағындағы қанмен қоректенген бүрге тез өсіп салмақ қосады. Әкесінің ықыласы мен сүйіспеншілігінен айырылған жас ханшайым тездетіп тұрмысқа шыққысы келеді. Және бұл туралы әкесіне айтады. Ханшайым өзінің талаптарын, болашақ күйеуінің қандай болу керектігін айта бастайды. Ал әкесіне ол қызық болмайды. Оның бар ойы жәндігін тездетіп тамақтандыру. Патша өзінің бөлмесіндегі жәндікке шике етті әкеліп беріп, оның қалай тез өскендігін және тамақ жегенін қарап отырады. Тұмандар алқабының патшалығының патшайымы әлі күнге дейін аналық сезімге берілген және сүйікті ұлына ойын-сауық ұйымдастырады. Ал кешке патшайым ұлын сырға таңдауға көмектесуін өтініп, баласын бөлмесіне шақырады.
Алайда патшайым бірдеңе дұрыс емес екенін байқайды. Баласының қолдары кір-кір және киімінен жағымсыз иіс шығады. Патшайым өзінің күдігін растау үшін ханзада бөлмесіндегі әңгімені тыңдайды. Қызметшінің баласы патшайымға барғанын Ильясқа айтып, және ол бізді ажырата алмағандығын айтады. Мұндай жаңалықты естіген Ильяс ханзада болашақта патшалықты бірге басқарамыз деп жоспар жасайды. Патшайым жігіттердің арманшыл әңгімелерін бұзып есікті қағады. Ханзада бірден өзінің егізін шкафқа тығып қояды. Сосын ханшайымға кіруге рұқсат береді. Ренжіген ана баласына былай дейді: «Сені мен сияқты ешкім сүйе алмайды» деп кетіп қалады. Патшайым кетісімен ханзаданың досы онымен қоштасып, құпия туннель арқылы үйіне кетеді. Осы жерде патшайым ұлының назары үшін егізінен құтылғысы келеді. Ол қолында жанып тұрған алаумен оған шабуыл жасайды. Егізі ілініп тұрған еттердің арасына тығылып қашып құтылады. Келесі күні патшайым мен ханзада суретшіге суретке түсіп жатқанда, ханзада өзінің егізі отбасымен қоштасып атына мініп дереу қаладан көшіп бара жатқанын көреді. Ханзада уайымдап не болғанын анықтауға тырысып оны қуып жетеді. Әрқашан достық қарым-қатынаста болатын егізі бұл жолы ханзадамен салқын сөйлесіп, елден кету керектігін айтады. Ханзаданың көңілі түсіп оны тоқтатпақшы болады, бірақ шешім қабылдап қойған егізін тоқтату мүмкін болмады. Қоштаспас бұрын егізі ханзадаға құдіретті ағаштың түріндегі бұлақты көрсетіп былай дейді: «Егер су мөлдір болса, менің өмірім жарқын және тыныш, ал егер су бұлтты болса, онда маған қауіп төніп тұр» дейді. Жалғыз қалған ханзада қалған күнін бұлақ маңында өткізіп, оны бұзық балалар мен аула қаздарынан қорғайды. Жалғыз жартас патшалығында әпкелердің үлкені патшамен кездесуге дайындалып, қолындағы қартайған терісін жасартуға тырысады. Бұл әрекеттерінен ештеңе шықпайды. Патша есік алдында тұрып уәдені орындауды талап етеді. Дүрбелеңде кенеттен бір шешім табылады. Кіші сіңілісінің қолындағы саусағы жас және тартымды көрінеді. Өйткені ол саусағын аузына салу әдеті болған. Саусағын есіктің тесігіне итеріп, әпкелі сіңілілер патшаны лезде қуантады. Ол бірден жұмбақ арудың оған өзінің бүткіл келбетін көрсетуін талап етеді. Дора кездесуден қорыққанымен оған келісімін береді және кездесу шартын айтады. «Кездесуіміз жасырын және қараңғы жерде болсын» деп айтады. Келесі күні Има әпкесін кездесуге дайындайды. Оның салбыраған терісін ыстық кілеммен жабыстырады. Түн түскенде Дора патшаның бөлмесіне барады. Оның қызметшілері барлық шамдарды сөндіреді. Патша Дораның түрін көрмейді. Құмарлы түн өтті, бірақ патшаның қызығуы қанғаттанбай. Өзінің жұмбақ сүйіктісін көргісі келеді. Ол оның бетіне жанып тұрған шамды әкеледі. Шошып кеткен патша алдымен жиіркенішті келбетіне көз жеткізу үшін бөлмедегі жапқышты ашып жібергенде кемпірді көреді. Патшаның айқайына күзетшілер дереу жүгіріп келіп, көрпеге оранған, қорқып қалған кемпірді терезеден аяусыз лақтырып жібереді. Дораның жолы болып көрпесі ағаштың бұтақтарына ілініп өлімнен аман қалады. Оны бейтаныс әйел тауып алады. Амалы таусылған кемпірге ағаштан түсуге көмектесіп, бала емізгендей емшегімен сүт береді. Осы сәтте Дора адам сенгісіздей өзгереді. Шашы қызыл, жас қызға айналады. Сол күні жалғыз жартас патшасы мен оның жанындағылары қабан аулауға шығады. Қабан аңшылардан қашып оларды басқа олжаға келеді. Патша жалаңаш жас сұлу қызды көреді. Ол манағы кемпір Дора болатын. Жабайы таулар патшалығының билеушісінің түнде жануары ауырып қалады. Ол шұғыл түрде бөлмесіне дәрігерді шақырады. Көргеніне сене алмаған емші жерде қозғала алмай тұншығып жатқан үлкен бүргені көреді. Емші қалай емдеу керегін білмей жәндік өледі. Өлген жәндіктің терісін пайдаланып, патша Виолеттаның қолы мен жүрегіне үміткерлер үшін турнир ұйымдастырады. Кімде-кім бұл терінің қай жануарға тиесілі екенін таба алса, соған қызымды беремін деп уәде береді. Барлық лайықты әдемі ер азаматтар қателеседі. Патша қызық болсын деп бәрібір таба алмайды деп, адам жегіш, ұсқынсыз каннибалға турнирге қатысуға рұқсат береді. Ал каннибал болса барлығын таңқалдырып, тері бүргенікі екендігін табады. Орындалмаған уәденің ұятынан қорыққан патша қызын амалсыздан қорқынышты каннибалға беруге мәжбүр болады. Алып каннибал жылап тұрған ханшайымды өз үйіне, биік жартастағы суық үңгірге апарады. Тұман алқабының ханзадасы ерте таңертең патшайымнан жасырын түрде патшалықтан кетіп қалады.
Құдіретті ағаштың суының өзгергенін байқаған ханзада егізінің қиыншылыққа ұшырағанын сезеді. Егізін іздеуден шаршаған ханзада қирап жатқан белгісіз ауылға барады. Жүкті әйел Фелисия жүгіріп келіп ханзаданы егізі деп ойлап қалып қуаныштың көз жасымен құшақтайды. Бірақ ханзада мен Ильяспын, егізімді іздеп жүрмін деп айтады. Фелисия оған егізінің 5 күн бұрын орманға кеткенін айтады. Ханзада орманға қарай жол тартады. Ал қашып кеткен ханзаданы табудан үміті үзілген патшайым тағы да қара жамылған қарттан көмек сұрайды. Адасып кеткен ханзада үңгірге құлап кеткен досын іздеп орманды аралайды. Егізі жақын жерде адамдар бар екен деп ойлап айқайлап көмек сұрайды. Бірақ оның орнына ашулы жарқанат ұшып келеді, егізіне шабуыл жасап өлтірмекші болады. Дер кезінде көмекке келген ханзада жарқанатты өлтіріп егізін құтқарып қалады. Бірақ ханзада өзі өлтірген жарқанаттың өзінің туған анасы екендігін білмейді. Жалғыз жартастың болашақ патшайымы өзінің сіңілісі Иммаға әдемі көйлек және тойға шақыру қағазын жібереді. Имма патша сарайына келіп әпкесі Дораны көргісі келеді. Алайда патшаның қасындағы сұлуда жас қызды көріп таңғалады. Қолайлы сәтті күткен патшайым Имманы жасырын сөйлесуге алып кетеді. Бақытты Дора өзінің жаңа тартымды келбетімен өмірі туралы айтады, және енді сіңілісіне қамқорлық жасайтынына уәде береді. Бірақ ұсқынсыз сіңілісіне сарайда тұруға болмайтынын айтады. Қорғансыз Имма Дорадан ұзақ бөлінгеннен кейін қайтадан қоштасқысы келмейді. Сонымен қатар ол патшайымның сіңілісі сияқты әдемі сарайда өмір сүргісі келеді. Әпкесінің айтқанын тыңдамаған Имма неке түннің алдында патшайымның жатын бөлмесінде күтпеген жерден пайда болады. Әпкесін қызғанған Имма сен қалай жас сұлу кезіңді қайтарып алдың деп сұрайды. Ашуланған Дора былай жауап береді. Олар менің терімді сыпырып алды деп өтірік жауап береді. Сол сәтте Дора бөлмеге біреу келе жатқанын естиді. Сіңілісін қай жаққа жіберерін білмеген Дора шкафқа тығып қояды. Және Иммадан дыбысын шығармауын сұрайды. Бірақ байғұс Имма бұл айтқанында орындай алмайды. Ол сығалап қана қоймай сыртқа шығып, жас жұбайларға бар көзімен қарайды. Ұсқынсыз әйелді жатын бөлмесінде екінші рет көріп ашуланған патша күзетшілерден кемпірді дереу алып кетуін бұйырады. Таңертең әпкесінің сөзін сөзбе-сөз қабылдап қалған Имма үміттеніп әпкесі сияқты жас сұлу қыз боламын деп пышақпен кесу шеберіне жүгінеді. Ол өзінің терісін сыпыруын өтінеді. Қызмет үшін барлық зергерлік бұйымдарын ұсынады. Қол өнерші қуана келісіп, ұсқынсыз кемпірді орманға апарып, өткір пышақпен терісін сыпырып алады. Біраз уақыттан кейін Имма қанды көйлек киген өлі адам секілді бар күшін салып патша сарайының баспалдағымен көтерілді. Жабайы таулар патшалығында ханшайым Виолетта шатқалдың арғы жағынан күтпеген жерден бейтаныс шаруа әйелді байқап қалады. Бірден әйелден өзін қорқынышты алыптың тұтқынынан құтқарып алуын сұрайды. Бейтаныс әйел жалғыз өзі көмек бере алмайтынын айтып, ханшайымға уәде береді. Мен таңертең өзімнің ұлдарыммен көмекке келемін дейді. Ал келесі күні каннибал жабайы жануарлардың терісін кептіріп жатқанда Виолетта ханшайым шатқалдың қарсы жағына жалтақтап қарайды. Көмекке келген жас жігіт ханшайымды шақырып, иығына көтеріп канаттың үстімен жүреді. Алайда каннибал алып қашпақшы болған адамдардың иісін сезеді. Әйелінің ұрланғанын көріп ашуланып, арттарынан қуалайды. Алайда епті жас жігіт канатты жылдамырақ өтіп кетеді. Және оның ағасы арқанды кесіп тастайды. Каннибал терең шатқалдардың түбіне құлап кетеді. Каннибалды өлді деп ойлайды. Алаңсыз арбада Виолетта ханшайымды құтқарған жігіттер тойлап келе жатқанда, кенеттен тірі қалған каннибал жігіттерді өлтіруге тырысады. Виолетта ханшайымды құтқарамыз деген барлық шаруа отбасысы каннибалдың қолынан қайтыс болады. Виолетта қашып құтылуға тырысады. Бірақ оның соңғы әрекеті сәтсіз аяқталады. Каннибал өзінің ерекше түйсігі арқылы әйелін оңай табады. Виолетта өз еркімен беріліп көнгенін білдіреді. Каннибал Виолеттаға иығына көтерілуін сұрайды. Алыптың арқасына мінген Виолетта жасырын пышағын шығарып, оның тамағын аяусыз кесіп тастайды. Бұрынғы күйеуінің басын олжа ретінде алып, қанға боялған және шаршаған ханшайым патша сарайына оралады.
Yer жүрек Виолеттаның салтанатты тәж кию рәсіміне көрші патшалардың билеушілері мен қол астындағы адамдар жиналады. Сол жерде өтірікші Дора қайтадан кемпірге айналып кетеді. Осымен фильм аяқталады. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Комментарияға 3 патшалықтың қайсысы сізге көбірек ұнады соны жазып кетіңіз. Және керемет фильмдердің қысқаша үзіндісін жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше достар.